2018 жылы Ресей жерінде өтетін әлем чемпионаты басталар сәт жақындап келеді. Әлем жанкүйерлері асыға күткен айтулы дода алдында сіздердің назарларыңызға чемпионатқа қатысатын 32 құраманың бас бапкерлері алатын жалақы мөлшерін ұсынамыз. Он 15 мамыр күні барлық командалар Ресейге аттанатын алғашқы тізімді ұсынды. Бұл тізімге 35 футболшы енді, ал маусым айының басында соңғы 23 ойыншы іріктеледі. Голландияның Зумин телеарнасының жинақтаған мәліметіне сүйенсек, әлем чемпионы атануға таласатын 32 бапкердің ішінде ең көп жалақы алатын Йохим Лев екен. Германия құрамасының тізгінін 12 жыл бойы ұстап келе жатқан білікті бапкер жылына 3,8 миллион евро алады, ал ең аз жалақы Сенегал бапкеріне төленеді. Алиу Сисе мырза жылына бар болғаны 200 мың евро алады екен. Бір айта кетерлігі, Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкерін осы тізімге қосар болсақ, үздік 15-тіктің ішінен табылар еді. Себебі бейресми ақпарат көздері Станимир Стойлов мырзаның Қазақстан құрамасын баптаған үшін бір жылда 1 миллион евродан көп жалақы алатынын жазған болатын. Әлем чемпионатына қатысатын 32 құраманың бас бапкерлерінің алатын жалақылар тізімі мынадай. Сіздер үшін таңғажайып тауарлар мен ең тиімді бағалар. Мұның бәрі Joom қосымшасында. Өз телефоныңызға жүктеп алыңыз. Сілтеме төменде.